Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сондай керемет күн болып тұр. Жел болмаса өте керемет болып тұр. Өйткені бізде бүгін екінші күн жел тұрып атқанына. Сондықтан далаға шығу деген желание жоқ. Тек қана үйде отыра бергім келеді. Бірақ терезеден түскен күн ондай жаңа көңіл күйді бұза қоймас. Өйткені терезені түгелмен ашып тастадым. Үйге сондай әдемі күн кіріп тұр. Екі комнатаның температурасы екі түрлі. Мына жерде күн түскеннен кейін өте жылы, ал екінші комнатаға кірсең салқын. Уголоктың үстіндегі жапқыштардың барлығын алдым. Енді жаңағы астында да қосымша салатын өзінің жаңа несі бар ғой, ящигі. Соның ішіндегі заттардың барлығын біріншіден алып аламын. Ішінде салфеткалар бар. Жақында өзім жаңағы шкафтың ішінен бірталай ыдыс-аяқтар бар еді. Солардың барлығында осының ішіне салып қойдым. Сөйтіп барлығын алып атсам, астындағы шегесі шығып кетіпті уголоктың. Соны балам көріп қойып, маманың астындағы шеге шығып кеткен деп маған шегесін қақып беріп жатыр. Заттардың барлығын уақытша столдың үстіне қоя тұрам. Одан кейін жаңа терезенің алдына қоямын симағандарын. Одан кейін барып пылесостайтын боламын. Бірінші осылайнан пылесостап алайын дедім. Содан кейін барып пылесостың насадкасын ауыстырып, жіңішке насадкаменен пылесостаған оңайырақ. Маған осы жақсы сорады шаңын, жақсы тазартады. Маған мебельді негізі осы насадкамен жаңа тазартқан ұнайды. Бірақ енді дауысы ашты, адамның құлағына жағымсыз естілетін. Осы насадкамен неғысаң ысқырып тұрған сияқты. Тез тазалауға тырыстым. Осы дауысты естімеу үшін бұрындары өйстіп тез жиі тазалап тұратын. Кейін уже бұндайды да қойдық. Жаңа уголокты ескірді дедік бәле уже. Шаршағаннан байтыр, в общем, уголокқа қарамай кеттім. Пылесостап шықтым барлығын. Өте қатты кір болып кеткен екен, шын айтқанда. Өзім шоке болып тұрмын деп. В общем, кірі болған негіз көргем, кір болғанда мен өзім құртып алдым да бұнышы. Бір әйтеуір немен жуған, есімде жоқ, әйтеуір жудым. Сөйтсем, мынау одан сайын осындай кетті ғой. Сонымен қойдым, бетін жауып. Енді қайтадан жуып көрмекшімін. Мына матаны енді қандай матаға жататынын білмеймін енді. Негіз матасын біліп барып жуады ғой. Барлық нәрсемен жуып көрдім. Ешқайсысын кетірген жоқ. Енді мына бір средствомен жуып көрдім. Негізі стульчиктерін де әппақ тап-таза қылып берді. Енді уголокты жуып көремін. Если осы тағы да осындай болса, білмедім енді. Несін ауыстырамау деп ойлап отырмын, матасынша. Губкасын көтеріп, уже мына астындағылар басылып қалған губкалары. Губкасын көтеріп, жаңағы қарапайым мата ма, ең оңай кожаный ма, сондайдан істетем-ау деп ойлаймын. Или сатып. Бізде мына артыда осындай шаң қоқым екен. Қазір осыларды сүртетін боламыз. Әсерден уголок жағы екен, шаң. Бұрын деппін ғой. Неде осы уголок тұрғанда астына бір кіріп шығады. Мен негізі бір сүртіп шығам аптасына. Бұл жолы енді осылай уголокты жуатын болғаннан кейін тескен жоқ арт жағына. Қазір осыны пылесостаймыз қазір. Уголоктың артын пылесоспен тазартып жатырмын. Өйткені бұл жақтың да шаңы өте керемет. Тазикті осы буфеттің үстіне қойып қойдым, өйткені қоятын жер таппадым. Кейін сүртіп аламын деп нестедім. Енді тазикке 1 литр су құйдым. Сөйтімді 8 чайный ложкамен сода салдым. Одан кейін барып 2 чайный ложка ферри, 8 қасық тағы да уксус. Уксус енді проценттеріне қарайсыздар. Менде 6% болған, сәл мен көптеу құйдым.
8 емес 10-нан даже үстіне қосымша қойдым. 10-20-15 па сондай менен қасық шықты уксус. Осы средствоны енді жақсылап көпіртеміз. Бізге оның суы емес, бізге оның көпірігі қажет. Сондықтан ішіне губканы салып әбден көпіртеміз да, сол көпірікті осы диванға немесе уголокқа көпірігін әбден жағып ысқылаймыз. Алдында пробаға 2 стульчикті жуған кезде менен жаңағы күшім біраз кеткен, өйткені барымды салып 2 стульчикті әбден сықлаған болатын. Содан кейін барып жаңағы бетім қайтып қалды да, енді мысалға 2 стульчикті жудың осыншама күш кетті. Ана уголокты жуған кезде күштің барлығы сол кезде кететін, сол кезде жаңағы көзің жетеді ғой бәрібір, сол кезде сондай күш қажет жаңағы уголокты жуған кезде. Сол кезде бетім беттемей жүреді, сол кезде қашан жуады екенмін осы уголокты, қашан жуады екенмін деп сөйтіп жаңағы ойланып жүргем. Сонымен осы күні барлық жаңағы немді, күш қайратымды жинадым да бітіріп тастайын. Одан сайын кірлемей тұрғанда, одан сайын жаңағы быт-шыты шықпай тұрған кезде алдын алайын деп осы күнді осыған арнадым, уголок күні деп. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Ой, оңайға соққан жоқ. Ентігіп қалдым, кәдімгідей күш жинадым. Көпірікпен бірінші сүртіп алдық қой, содан кейін барып жай таза сумен осылайынан сүртіп алдым. Мінекей қаншалықты кір шықты. Мен өзім ойлаған жоқпын осындай кір шығады деп. Өзім таңғалдым негізінен. В общем, бірталай күш кетеді екен. Тазартқанға өте қатты күшіңді саласың, өйткені бұл онсыз болмайды. Мына жағына 2 рет таза судан қолдандым. Мына жағына қазір осы мына суды қолдандым. Міне қазір тағы да бір су қолданам. Сонымен таза шығады деген ойдамын. Кәдімгідей серьезный жұмыс. Уголоктың артын ашып қарасам, әжептеуір батарейкаға да көп нәрсе тамған екен, полға да көп нәрсе тамған, көбінесе пылесостап шығасың, астына онша көрінбейді ғой көп нәрсе. Ал мына жерде уже барлығын жаңағыдай ашқаннан кейін, жарық түскеннен кейін, қай жерінде дақ бар, қай жерінде май бар дегендей сондайларда көрінді. Солардың барлығын кішігірім тряпкамен сүртіп шықтым, өйткені онсыз болмайды. Батарейкаларды бір сүртіп шықтым, сөйтінде үстінен тағы да пылесостап шықтым. Бұның алдында да пылесостаған болатын, тағы да бір үстінен заодно пылесостадым. Именно столды көтерейін десем, ауырлау екен, кілемді біратал алып тастайын деп ойлағам. Сөйтіп қой
тұра берсін деп сонымен кілемді бір жаққа қарай жиыстырып, бүткіл полдың барлығын сүртіп, шаң барлығын сүртіп, сөйттім да кілемді жайып, кілемнің үстін тағы да бір пылесостап алдым. Сөйттім да арғы тамға көшіп кеттім. Осылай полдың барлығын жуып болғаннан кейін арғы тамға көштім да арғы тамда да пылесостап алдым. И ол жақты енді түсірмедім. Осы бір тамның өзі жетіп жатыр деп ойладым. Сосын ол жақтында жаңағы қол жетпейтін жерлерді де жоғарғы жақтарында пылесостап алдым, жаңағы шаң болып жатқан жерлерін. Сөйттім да ол жақтында полын бір жуып шықтым. Мына жерде енді бізде кешкі астан кейін тамақ ішіп болдық. Алмат сабағын дайындап жатыр. И мен мына жерде уже сәл-сәл көрдіңіздер ме, кеуіп қалған бағанағы ше түрі жаңа қою болып тұрады. Мына жерде уже ашықтау. Мына жерде әлі кеппеген, бірақ жаңағы кірінің кеткені көрініп тұр. Өзім ризамын, шын айтқанда. Осындай еңбекпен жуған угологыма тамсанып қарап отырдым. Бүгінше енді бұған отырмаймыз, ешкімді отырғызып жатқан жоқпын. Сонымен ертең азанда результатын күтеміз. Азанға шейін кебет деген ойдамын. Еще азанда тағы да күн түсетін болса, күн түскен кезде вообще күшті болады. Кейін алдындағы жуған стульчик өте керемет, әппақ болған. Видеом аяқталуына сәл қалыпты. Сіздермен қоштасайын. Сау саламатта болыңыздар.